Баршаңызға сәлем. Сүтті қыз тортын дайындаймыз. Ең алдымен пергамент қағаздарын осылай формаға салып дайындап аламыз. Торттың корждарын дайындаймыз. Ол үшін бізге қоюлатылған сүт пен жұмыртқа қажет болады. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі масса шығу қажет. Осының үстіне ұн мен қопсытқышты саламыз. Жақсылап араластырып, жаңағы дайындап қойған пергаменттерімізге 2,5-3 ас қасықтан салып тегістеп шығамыз. Менде форма диаметрі 24 сантиметр. Мен 2,5-3 қасықтан салдым. Корждарым қалыңдау болып шықты. Егер сіздер жұқа корж қаласаңыздар, 1,5-2 ас қасықтан салсаңыздар болады. Осылай жақсылап тегістеп, қасықпен тегістесеңіздер де болады. 180 градус қызып тұрған пеште 5-7 минут аралығында пісіріп аламыз. Одан көп уақыт ұстамаңыздар, корждарыңыз күйіп кетуі мүмкін. Кремін дайындаймыз. Менде крем-чиз, сливки және творожный сыр, қантты ұнтақты пайдаландым. Миксердің жай жылдамдығынан бастап 1-2 минут сайын көтеріп отырып, осындай қою масса шыққанша миксерлейміз. Қоюланған кезде бірден миксерді тоқтатқан дұрыс. Ары қарай миксерлейтін болсаңыздар, кремдеріңіз іріп кетуі мүмкін. Мен осылай қалтаға салып аламын. Одноразовый мешокқа. Маған осылай ыңғайлы. Енді тортты жинаймыз. Подложкаға осылай крем жағып аламын, корждарымыз жылжып кетпеу үшін. Егер де сіздер осындай мешок жоқ болса, 2 ас қасықтан салып отырсаңыздар болады. Корждарды осылай төңкеріп орналастыратын боламыз. Менде корждардың диаметрі 24 сантиметр, бірақ мен 22 сантиметрге шетін тегістеген болатынмын. Менде 12 корждан осындай биік торт шықты. Өте дәмді. Өте жұмсақ, өте жеңіл торт болып шықты. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк қойып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.